келін мен ененің әдемі қарым-қатынасы қайсына тәуелді? Келінге ма, енеге ма? Мен Сая Абдуғани, Қазақстан Республикасының этикет мектебінің негізін қалаушымын. Екі жақтың жауапкершілігін салыстыратын болсақ, екеуіне де 50% теңдіктер едім. Себебі келін үйге келген кезде жауапкершілік толығымен 100% менде деп қабылдау керек. Тек маған байланысты. Енемді қалай қабылдайтын болсам, менің өмірім ары қарай соған байланысты болады деп. Солай жалғасады деп. Ал ене керісінше келінді солай ойлау керек. Бұл бала, әлі жас. Менің көргенім көп. Мен бұны өзім үйретіп алам. Сондықтан бұл келіннің болашақ өмірі тек маған ғана байланысты. Баламменен қарым-қатынасы менің ақылдылығыма, даналығыма, менің өмірден көрген көптік тәжірибеме байланысты. Сондықтан жауапкершілік осы әулеттің үлкен отанасы болғандықтан тек менен ғана тәуелді деген жауапкершілікті енесі өзіне алатын болса, екі жақта өте керемет тату өмір болады деп сенемін мен.